Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен өзімнің үйде жасайтын өте дәмді мантының рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен қамырымызды илеп алайық. Мен осы суға тұз салып ерітіп алдым. Қамырымызды илеп дайындап алайық. Бір жұмыртқа қостым. Онымызды осылай електен өткізіп аламыз. Қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Жұмсақ қылмай, қатты да қылмай. Жақсылап қамырымызды илеп алдық. Енді осыны 15-20 минутқа қалтаға салып қойып қоямыз. Қамыр. Ал енді біз мантымыздың ішіндегі қоспасын дайындап аламыз. Мынандай фарш алдым. Енді осыған мен құйрық қосамын. Кәдімгі қойдың құйрығын. Дәмі деген өте керемет болады. Қаласаңыздар, қоспасаңыздар да болады. Осыны өте майдалап, көбіктеп турап аламыз. Құйрықтарымызды осылай майдалап, турап аламыз. Өте майда, көбіктеп. Мен енді осының ішіне пияз алдым, сәбіз алдым. Қаласаңыздар, сәбізді қоспасаңыздар да болады. Картошка майдалап, көбіктеп турап аламыз осыларды. Сәбізімізді осылай көбіктеп, майдалап турап аламыз. Сәбізімізді өте майдалап турап аламыз. Енді сәбізді қаламасаңыздар, қоспасаңыздар болады. Бұның орнына асқабат қоссаңыздар да болады. Кез келген көкөністі қоса берсеңіздер болады. Майдалап турап. Картошкамызды майдалап, көбіктеп турап аламыз. Майдалап турап қоса берсеңіздер болады. Ал енді дәміне қарай тұзымызды, бұрышымызды қосып аламыз. Қара бұрышты. Одан кейін кішкене сұйық май құйып аламыз. Көп емес, кішкене. Осыны жақсылап араластырып аламыз. Енді қамырымыз жақсылап үйіп алды. Үйіп қамыр, үйіп қанғанда мындай болып тұрады қамырлар. Аралар тесік болып. Енді жая берсек болады. Осыны домалақтап жолы жасап аламыз. Сосын жұқалап жайып аламыз осыны. Тестамызды жайып алдық. Енді осыны кесіп аламыз. 4 бұрыштап. Осылай размерде кесіп аламыз. Өздеріңіз қалағанша кесіп ала бересіздер оны. Тестамыз да дайын болды. Енді осының ішіне дайын болған фаршымызды салып аламыз. Ішіндегі фарштарымызды осылай салып аламыз. Енді мантымызды былай бүгеміз. Екі жағын қосып, өздеріңіз қалағанша бүге берсеңіздер болады. Кім қалай жақсы көреді. Басқаша түрлері де бар. Мен осылай түйемін. Осы қалағанымызша түйіп аламыз. Мантабарканың ішіне май жағып аламыз. Жақсылап май жағып аламыз. Асты жабыспас үшін. Сосын мантыларымызды қойып 45-50 минутқа қойып қойсаңыздар болады.